петрографтерден біз әрдайым көреміз осы садақшыларды. Демек бұл мергендеріміз қай заманда да халықтың ерекше ықыласына, махаббатына бөленген. Ең бірінші осыдан бастадық. Қазір сізге көрсетеміз. Осы жердегі 3 тапсырманы қалай оқып орындайды. Бүйтір. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл бізде және таңғырамлар бұл минутқа беріледі, балаларға есте сақтау қабілетіне өте пайдалы. Мысалға, балаларға айтамыз 1 минут есіңе сақта дейміз, бұны жинап аламыз да, қайтадан 1 минутта енді құрастыр деп айтамыз. Бұл балалардың есте сақтауына өте пайдалы. Және жұптық ойындар бар. Балалардың одан кейін мысалға 4-ші сынып, 1-ші сыныптарға және математикаға байланыстырып біз пішіндермен таныстырамыз. Біздің ұлттық ежелден келе жатқан садақ ату бүгінгі жарысы жас мерген деп аталады. Облыстық алғаш рет өткізіліп отырған телетурнирдің ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл садақ ату ежелден келе жатқан біздің ата-бабамыздың салт дәстүрінің бірегейі және ұлттық мұрасы деп айта аламыз. Бірігіп жасаған керемет садақ орталығы бар. Нұрорда мектебімен, Алтай телеарнасымен бірігіп жасаған садақтан өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Жаңа ғана бірінші турда менің 3 оқушым қатысып, өз дәрежелерін көрсетті. Бір оқушым енді бірінші потокта 99 ұпаймен алға шығып отыр. Екінші оқушым 81 ұпаймен 3-ші орында тұр. Үшінші оқушым 59 ұпаймен тоже алдыңғы қатарда тұрды. Алғашқы кезең қиын болмады. 99 ұпаймен алдыға шықтым. Ортаға бәрін нормально тигізіп көрдім енді. Барымша тырыстым. Одан да көп жинауға тырысуға болушы еді. Болған осылай болды.